Елдің әр түкпірінде экологиялық проблема бар. Сондықтан да қоршаған ортаны қорғау мәселесі өзектілігін жойған жоқ. Мемлекет басшысының бірнеше күн бұрын экологиялық кодекске қол қойғаны айтылды. Министр оның мән-маңызына тоқталды, негізгі бағыттар турасында айтты. Олар ластаушы төлейді және қалпына келтіреді қағидатын енгізу. Ең озық қолжетімді технологияларды енгізу, қоршаған ортаға әсерді бағалаудың негізгі тәсілдері, қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төленетін төлем, өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқаруды жетілдіру, көгалдандыру, экологиялық туризмді дамыту, жануарларды қорғау туралы заңды әзірлеу. У нас у всех одна планета, другой такой планеты нету. Не погубите Землю, люди, другой Земли у нас не будет. Nature is a garden and people are flowers in it. Табиғатын сүйемін, туған елдің, асқар тауын сүйемін, айтар жердің. Табиғаттың құпиясы тұңғиық, көз жетпес мұнарадай бір биік. Таза болса табиғат, аман болар адамзат. Сүйейік табиғатты аялайық, біз одан жақсылықты аямайық. Анадай табиғаттың аясында жадырап жас балаша дем алайық. Әр қазақтың жанына жақын кел, сүйіп өтен әр тасын туған жердің. Алтын бесік табиғатты сүйемін, оның ыстық отына да күйемін. The nature doesn't belong to us. We belong to the nature. Табиғатым, тіршілігім, ырысым, сенсіз менің тарылады тынысым. Биік-биік тауларына қарасам, алшам басып сөйледі жүрісім. Жібек жолы мектеп лицейінің атынан табиғатты қорғауға арналған челленджімізді Шу қаласының Көлгей атындағы орта мектебіне, Сәкен Сейфуллин атындағы орта мектебіне, Жамбыл атындағы мектеп гимназиясына, номері 40 мектеп лицейіне және де Шу ауданымыздың басқа да мектептеріне Жолдаймыз! Бірге таза Қазақстан!